Сырлы тылсымға толы қиыр бір шетте қайсар қыз барушы еді тәуекелге. Шахзаман мен Дүниязада айналдырып құбыжыққа Сұлтан Кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексіз өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен, Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Кәрім ханзаданы адам кейпіне келтіру үшін қажет ғажап шамды іздеп алтын қалашыққа қайтып келдік. Мен қаладан Аладдин атты ұрыны жолықтырдым. Оның да көздегені сол шам екен. Біз өлім аузынан аман қалдық. Айттым ғой қолымнан келеді деп. Біз шаммен бірге жаңа дос таптық. Ұйқыдағы ханзада. Оның сыртын ысқыласақ қайтеді? 2 сағат бұрын дәл солай істеп көрген болатынмын. Түсінсем фирмасын. Бұл бізге өмір ағашына апаратын жолды көрсетуі керек еді. Бұл неге істемей қалған? Бәлкім ол көрсетіп тұрған шығар. Оның түтігі қай жаққа қарап тұр? Мына жаққа. Енді ол ана жақты көрсетіп тұр. Сонда ол жүретін ағаш па? Сендермен мәре-сәре боп қалдым. Дегенмен кетуім керек. Кетемін деймісің? Алтын қалашықта ұры деген қаптап жүр. Мен солардың алдын орауым керек. Көмек қолын созғаның үшін саған көп рахмет, Аладдин. Сен болмасаң біз қайтер едік. Сұлтан, қашан болсын, қайда болсын, сіздерге қызмет көрсетуге әзірмін. Сақанда. Сені қолға түсіру үшін өлім аузынан қалдым. Бұлай бейжай тұра берме, жарайды. Ананы көрдің бе? Сен оны қалай істедің? Ол бізге тіл қатпап еді, саған бірден жауап берді. Мен білмеймін. Әдетте жансыз заттар мені тыңдамайтын еді. Сәлем. Енді сен көрші. Сәлем. Мені тауып қалпыма келтірген құтқарған жанға сәлем. Сен оны қалпына келтіргендіктен, ол саған ғана жауап қататын сияқты. Керемет! Мұндай әдемі дауысты бұрын соңды естіп педіңдер. Тамаша! Сен кімсің? Мен Зумрудпын, ғажайып шамдағы жынмын. Зумруд? Түрім қалай болып тұр? Шашым дұрыс тұр ма? Зумруд, шамдағы жын. Мен Кәріммін, алтын қалашықтың заңды патшасын. Біз өмір ағашын қалай таба аламыз? Достарым өмір ағашын іздеп шыққан екен. Оны қалай тапса болады? Ханзада бар, оны теңіз қайтарған. Өмір ағашын сол көрді деген сыбыс бар. Ханзада ма? Теңіз қайтарған несі? Тағы айтып берші, өтінем. Қандай ханзада? Аладдин, тағы да сұрап көрші. Теңіз қайтарған ханзада дейме? Оның кім екенін білем. Кім? Жақында бір шетелдік ханзаданы толқын жағаға шығарып тастаған болатын. Бәлкім сол шығар. Ол қайда? Онымен сөйлесе аламыз ба? Иә, бірақ онымен сөйлеспеулерің екі талай. Ол тірі ме? Онымен сөйлесулерің екі талай деп айттым. Тыңда. Мына бейтаныс ханзаданы жағажайдан тауып алғанымызға бірнеше күн болды. Шамның берген кеңесі осы болса, одан күдер үзгеніміз жөн шығар. Шынылы қала күзетшілері қанша тексеру жүргізгенімен, оның қай елден екендігін анықтай алмады. Сондықтан бүгін оны киелі таудың басындағы белгісіздер мазарына жерлейміз. Әрине, егер ешкім наразы болмаса. Жоқ па, солай сияқты. Ендеше алып кетіңдер. Зумрудтың бізге бұлай бұрыс жол сілтеуі мүмкін емес. Жүріңдер, ханзаданы жақыннан барып көрейік. Маған түк те көрінбейді, шіркін ай, жоғарыдан бақыласақ қой. Маған мұрсат бер. Ойлап таппайтының жоқ екен. Енді ше. Қызық, күлімдеп жатқанына қарағанда, ол бақытты сияқты. Бақытты деймісің? Иә, ол жымиып жатты. Бірақ оның дем алмай жатқаны анық. Бұл бір ерекше көрініс болды. Қызық екен. Ал шам басқа ештеңе айтпады ма? Жоқ,
Одан кейін тіпті жауап бермей қойды. Сірә басқа жолы жоқ шығар. Ол қайтып келсе, мені ұнатам екен сұрашы. Жоқ, сұрамай қойшы. Мені ұнатуы мүмкін бе екен? Мүмкін Зумруд ол Ханзаданың өлі екенін білмейтін шығар. Ол бізді бекер әуре қылды. Олай дегенің болмас. Бұл әңгіме маған таныс сияқты. Қазір есіме түсірейінші. Кітабымнан қарап көрейін. Қанекей, мінекей. О, иә! Жымиып жатқан бақытты жансыз. Сіздің кітабыңыз жымиып жатқан бақытты өлген адамдар жайлы ма? Мінекей, жымиған өлік. Дәл мен ойлағандай болып шықты. Ол не? Ежелгі тылсымның сыры. Оған ұшыраған адам өлі болып көрінгенімен шындығында терең ұйқыда жатады. Қызық. Оның тірі екендігінің жалғыз белгісі, оның жымиған күйде жатуы. Ол тірі ме? Алайда олар оны өлгенге санап жерлегелі жатыр. Онда ол ешқашан оянбайды. Оны жерлеулеріне жол бермейік. Тәуіп Тубан, көмегіңізге үлкен рахмет. Саған да, бізбен барасың ба? Ренжімеңдер, енді кетуім керек. Босаған қалта өздігінен толмайды. Сау бол, сені сағынатын болдым. Апырай, мұнаның қаншасы маған тиесілі екен, а? Немене? Сонда таулар менің шекарама кірмей ме? Бұл әділетсіздік қой. Мен тауларды жақсы көрем. Олай болса мен оларды жаулап алам. Немесе сатып алам. Қайсысы оңайырақ? Басып алу әрине, әрі арзанырақ. Анау, менің інім кәрім ғой. Бүкіл патшалық оны іздеп әлек болып жүр. Не істесем екен? Енді не істесем екен? Не істеймін? Дүниезада. Дүниезада. Тез бері келші. Мен оны көрдім. Ол ана жақта. Құбыжықты көрдім. Енді қайттым. Қайтсам екен? Тоқтай тұр. Бұған менің де шамам жетеді ғой. Мен патша емеспін бе. Дүниезаданы таңғалдыратын болдым. Тамаша. Дүниезада қарсы бола қоймас деп ойлаймын. Ханым, әміріңізге құлдық. Ханым қайда? Сіз ханым емессіз. Мен сендердің жаңа ханым мырзаларыңмын. Сақина мен де. Мен патшамын. Менің айтқанымды орындайсыңдар. Солай ма? Жазуын көрейін. Жазуын оқып көрейін. Зұлым көмекші. Зұлым көмекші дей ме? Зұлым көмекші. Зұлым көмекшілер. Енді мен қожайынмын. Мен айтқаныммен жүре ме? Зұлым көмекшілер, менің айтқаныммен жүріңдер. Бұдан бұлай маған ғана бағынатын болыңдар. Бір қателік жіберіп алдыңыз. Дұрыс емес пе? Дүниезада қалай жасап жүр өзі? Түскі ас ішеміз. Қарным ашты. Апырай. Неге баяу қозғалып барамыз? Қатты жел соғып тұр. Желге қарсы ашу оңай емес. Жаяу жүргеніміз дұрыс. Әне, жол көрінеді. Бізді жерге түсір, Жамал. Ақырындап түсеңші. Жарайсың, Жамал. Қайдағы? Әлі ұзақ жүреміз бе? Әлгі күзетшілер бізден жарты тәулік бұрын шықты. Олар белгісіздер мазарына жетейін деп қалған шығар. Оларды тезірек қуып жетуіміз керек. Егер Ханзаданы осы жолмен алып кеткен болса, біз қуып жете алмаймыз. Жылдам жетудің бірақ қана жолы бар. Анау таудың жартасы беткейінен өту керек. Бірақ қайдан? Бізді онда кімнің жылдам шығаратынын білесіңдер ме? Аладдин. Рас айтасың, оған ана таудың басына шығу қиындық туғызбас еді. Жетер. Кел, менің арқама мініңдер. Сендерді мен алып шығам. Кәрім,
Сен шын айтып тұрсың ба? Иә, болыңдар, уақыт шектеулі. Дегенің болсын. Бірақ меніңше... Ой! Біз қайтып келеміз, Жамал. Тастар құлап жатыр, байқа. Абайлашы дәу досым, қанша асырсақ та сақ болғанымыз дұрыс. Өтпен. Көкім бар, көмектесінде. Өтінем. Абырай, қайттым. Асымыз қайда? Қожа саған ем, мені байқамай болса екен. Мен бір иіс сезіп тұрмын. Ол қорқыныштың иісі, сарымсақтың иісі. Ана жақта. Құтылғаныма шүкір. Сен мені таңғалдырдың. Аладдинге таңғалмаушы едің. Әне олар, әне. Олар демалып отыр. Бұл таптырмайтын мүмкіндік. Ана ханзаданы ұрлап әкетуіміз керек. Онда іске кімнің ебі бар екенін білесің бе? Айтайын ба, Аладдиннің. Иә, мойындауымыз керек. Ол расында да әккі ұры. Ал мен бар болған дәу көк емеспін. Мен енді түсінген сияқтымын. Сен оны Аладдиннен қызғанып жүрсің. Қайдағын айтпа. Ол деген... Ал мен Зумрудтың қасына жақындағанның бәрін қызғанамын. Ханзаданы өзім әкетем. Көрде тұр. Жоқ, болмайды. Сен маған ер. Сонда Аладдин істегенді мен істей алмайым ба? Дәл солай. Енді менімен бірге жүр де, айтқанымды ғана істе. Ешкімге зиянымыз тимеу тиіс. Иә, жүрек жалғап алғанымыз жақсы болды. Қане жігіттер, үзіліс аяқталды. Қане жолға шығайық. Абырай, сүйегі ауырлап кетті ме қалай? Жоқ, маған солай көрінген сияқты. Ал кеттік. Қоп, кешір. Басына не өткергеніне қарамастан, оның бақытты жүзін көрдіңіз бе? Иә, оның мәңгі ұйқыда екендігіне күмәнім жоқ. Анық көрініп тұр. Енді оны қалай оятып аламыз? Жақсылап бір сілкіп алсам көмектесер ме Онсыз екен? да оның ұйқыдағы денесіне бір тыныштық бермедік. Киіз кітаптың айтуынша, екеуі амандасады, екеуі қоштасады. Қас пен көздің арасында екеуі біреуге айналады. Екеуінің тағдырын өзгертіп, ұйқыдағыны оятады. Қас пен көздің арасында екеуі біреуге айналады. Екі не екен? Шынымды айтсам, өзімнің де басым қатып кетті. Біреумен амандасқанда, не қоштасқанда біз не істейміз? Бас тиеміз, қол бұлғаймыз, қол алсамыз. Амандасу мен қоштасу жайлы айтып едіңдер. Қымбатты Зумрудым есіме түсіп кетті ғой. Енді оны қашан көреді екем? Егер ол осында болса, оған өз сезімімді білдіріп, оны қып-қызыл алмадай бетінен сүйіп алар едім шіркін. Сүйу, дәл тауып айттың. Сүйіп амандасамыз, сүйіп қоштасамыз. Екеуінің біреуге айналуы. Ханзаданы ұйқыдан ояту үшін оны біреу сүю керек. Мен сүйем. Жоқ, мен сүйейін. Рас па? Иә, міне қазір. Ол қолынан келеді. Қойшы енді, өтінем. Оны маған қалдыр. Жоқ, оны сіз сүйіңіз. Сіз тәуіпсіз ғой, солай емес пе?
Достар, басым бос болса мен ақ көмектесер едім. Ендеше бұл мәселені мен ақ шешейін. Сен неге оны сүйеуге құштар болып қалдың? Өйткені сенің емделуіңе оның септігі тиюі мүмкін. Бұл істі тезірек тындырайық. Өтінем, Ахмет Ханзадаға есіміңді айтшы. Менің сұлу құтқарушым. Жақсылығыңды қалай қайтар? Бұл түйе ме? Қош келдіңіз, Ахмет Ханзада. Бізге сіздің көмегіңіз керек. Бәрекелді, ал жеңдер мені. Енді не істесеңдер де маған бәрібір. Білгендеріңді істеңдер. Жарайды. Тоқтаңдар, маған басқа бір ой келді. Жөндеп жеңдер. Жөндеп дейме? Бәрібір емес пе? Бізге бәрібір. Тоқта, көмектесіңдер. Дүниесада, қайтасы көмектес. Кім бар? Тоқарыңдар. Уағанам. Жүзікке кіріңдер. Келесі жылы. Қане жауап бер, сен мұнымен не істемекші болдың? Менің таудан кімді көргенімді білесің бе? Соны өзім құртпақшы болдым. Бар жауапкершілікті өз мойныма алып, сені бір риза қылғым келіп еді. Егер мені риза қылғың келсе, бұдан былай өз бетіңше шешім қабылдаушы болма, түсіндің бе? Ой, ебедейсіз. Солай ма? Біз серіктеспіз, біз топпыз. Не істесек те бірге істейміз. Тек менің айтуым бойынша, түсінікті ме? Сөйтіп, біз бір жыртқыштың қабыршақты қанатынан екіншісіне жүзіп сапарымызды жалғастырдық. Бұл менің жоспарым болатын. Басымыздан не өткермедік дейсің? Кел, жақынырақ отыршы. Келші қасыма. Осында отыра берейін. Жалғастырыңыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын біз жеміс жидекке бай бір жұмбақ аралға жолықтық. Оның жемісі мүлде өзгеше еді. Алма емес педі? Жоқ, алма болса айтып нем бар? Шабдалы ма? Жоқ. Піскен жемістің әрбір бөлігі адамның бетінен айнымайтын. Өздері адамша сөйлейтін. Бірақ олардың бар айтатыны бақ-бақ. Бақ аралы екен ғой. Қазір қашап деп осын айт. Ол дауылды тұтқауылдың арғы жағында. Содан соң біз сол аралға өз әмірлігін жүргізетін адамды кезіктірдік. Мен оны ханшайым екен деп қалдым. Сөйтсем, ақырында ол мыстан болып шықты. Ол бізге түнеп шығатын жатақ ұсынды. Аңқау басымыз оның қонақ жайлығынан еш күмәнданбастан ұсынысын бірден қабыл алдық. Келесі күні таңертең мен өз жолдастарымнан көз жазып қалдым. Іздемеген жерім жоқ, кірмеген тесігім қалмады, бірақ оларды сол күйі таба алмады. Сөйтсем, әлгі мыстан оларды сиқырлап тастаған екен. Сөйтіп олар да жеміс болып мәңгі ағаш басына тұрақтады. Жалғыз мен ғана қалдым. Себебін айтайын ба? Мыстан мені өзінің патшасы етпек болған екен. Әлбетте, мендей сырбаз және тартымды қызыл күрең шашты жігітке қалай ғашық болмасын деген ой келді. Іле-шала өзімнің ақ сүйек тұқымынан шыққаным есіме түсті. Дегенмен мен ханзада емеспін бе? Сонымен әлгі мыстан ше? Ол маған өмір ағашын көрсетті. Бұл ағаш кез келген ауру мен жарақатқа ем деді ол. Сол ағаштың қасында өмір сүрсе, мәңгі жасайтынын айтты. Алайда, ол бағындыра алмайтын бірақ нәрсе бар еді. Ол махаббат. Шынайы махаббат. Махаббатсыз ондай мәңгілік өмірден не пайда? Махаббатсыз дүние бос, өмір қара. Бақ, ғажап десеңші. Сөйтіп сен оның патшасы болуға келістің бе? Келісетін ақмақ деймісің? Ондай мыстанмен өмір сүргенше өлгенім артық еді ғой. Өзімді қармаққа түскен балықтай сезінген мен ақыры қашуға бел будым. Қақарына мінген мыстан мені дуаланған жебемен атты.
жебе кеудеме тигенде мен мәңгі ұйқыға кеттім. Қайта бағыма қарай толқын мені осында әкеліп тастады. Өз елімнен жырақта болсам да, сендердің арқаларыңда тірі қалдым. Рахмет саған. Демек, өмір ағашының бақпақ аралында болғаны ғой. Бізді сонда апараласың ба? Әттеген ай, білсем апарар едім. Алайда біз ол аралға кездейсоқ тап болдық. Қайта аман қалғаныма шүкір. Елдің бәрі мені өлдіге санап жүрген шығар. Еліме тезірек баруым керек. Түсінікті. Олай болса, бізге қайық пен аралдарды жақсы білетін адам керек. Менің саған одан да жақсы ұсынысым бар. Бикеш, менімен бірге патшалығыма жүр. Мұндағы күйбең тірлікті қойып, ханшайымша өмір сүретін боласың. Сендей сұлу, сән салтанатта шалқып өмір сүруге лайық. Мен... Менің ұсынысымды қабыл аласың ба? Қалай айтсам екен? Қабыл ал. Немене? Оныкі рас. Сен әсем өмірге лайықсың. Менде ақмақым жоқ үшін бүйтіп қуғын сүргінде жүргенің жарамас. Мен еліме керекпін. Халықты ағамның озбырлығынан босатуға тиіспін. Бұл шайқас менікі. Мен ештай салмаймын. Қажет болса соның жолында өмірімді қиям. Ал сен жаныңды құрбан етпеуің керек. Шахризада, бар. Сыртың ұсқынсыз құбыжық болғанымен, сен әлі де сол баяғы менің жан досым кәрімсің. Мен ешқайда да бармаймын. Айыпқа бұйырмаңыз. Ахмет ханса да кешіріңіз. Бас тартасыз ба? Мұндай жағдайға ешқашан тап болмаған едім. Сөзің өнбенімнен өтті ғой. Тіпті мыстанның жебесінен де ауыр екен. Жүрегіме оқ болып қадалды. Мақұл. Қарсы болмасаңыздар, мен енді қайтайын. Барлықтарыңа ұзақ әрі бейбіт ғұмыр тілеймін. Бәлкім тағы кездесерміз. Ертегінің кейіпкері секілді. Қызық. Сонымен ағаштың бары рас боп шықты. Демек, үмітіміз бар. Сен қасымда болсаң, үмітімнің ешқашан үзілмесі анық. Мен барып өлең шығарайын. Я болмаса басқасын. Қысылма, Халил, өтінем, кетпе. Сен қасымызда жүргенің бізге зор қуаныш. Рахмет. Тоқта, не дедің? Ахмет үйіне жетудің жолын іздеп жүрген болар. Алайда біз дауылды тосқауылдың арғы жағындағы адам аяғы баспаған аралдағы өмір ағашын іздеп, қауіп қатерге толы сапарға аттанбақшымыз. Бірақ бұл әңгімені басқа күні баяндап берем.